Әкім Таразидың пьесасы бойынша, ұмытпасам, Обай Бесмұханның сахналаған індет деген трагикомедиясында Досқан Нәзбергеннің рөлін сомдады. Коммунистік идеологияның адам жанына салған рухани жарасын ашып көрсетуге арналған қойылым деп баға берілді уақытында. Шетелдердегі театр байқауларынан бастап өзімізге дейінгі біраз бәйгеде озып жүлделі болды ол пьеса. 1996 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды Досқан. Қалай ойлайсыз? Сол жылғы қойылымға берілген жоғары мәртебелі жалғыз марапат не оның авторы Әкім Таразиға, не оның режиссері Есмұхан Обаевқа емес, дарынды жас актерге ғана берілді. Құпиясы не? Бұның ешқандай құпиясы жоқ. Біріншіден сол үшеуміз ұсынылдық. Солай ма? Иә, үшеуміз ұсынылдық. Есмұхан аға, Әкім аға, мен. Содан ол кезде мемлекеттік сыйлықтың төрағасы Иманғали Нұрғалиұлы. Кейін естуімде Имекең айтады комиссия мүшелеріне: осы көп жерде менің байқауымда күріштің арқасында күрмек су ішіп жүр. Біз аламыздағы бірден бәрін бір арнаға ұсына саламыз. Анағып бізге жеке-жеке ұсынбасқа. Мысалы, актердің ойынын ұсынайық, жеке. Режиссердің қойылымын ұсынайық, жеке. Драматургтың пьесасын ұсынайық, жеке. Әрине, спектакльдің аясында деген сұрақ қойылады. Сол комиссия мүшелері келіседі. Ал келіп енді додаға түскен кезде мен 12 адамның 12 дауысын алам. Оның өзінің бір межесі бар екен. Мысалы, 12 дауыстан 6 дауыстан жоғары алу керек па? Мына кісілер төмен алып қалады. Зейнолла Қабдолов ағамыз. Міне осы кісілердің патша көңіліне түскен кезде осындай болып шығады. Шыны керек, мен өзім ұялдым. Сынға да іліндік. Дей тұрғанмен, ағаларымның алдында ол кісілердің алдыңғы қажырлы еңбектерінің арқасында өту керек еді. Бірақ енді ол менің шаруам емес.